Ұлы ғалымның соңғы жұмбағы. Ғабдул-Ғани, Ғабдул-Ғани, Ғабдул-Ғани. Бұл Әлима ананың құрсағынан жаралған қазақ жұртының ұлы қазынасы, жұмыр жердің тілмашы, жеті жұрттың тілін, жеті қат жердің сырын аңдаған даңқты Қаныш Сәтпаевтың азан шақырып қойған ныспысы. Құлақ түбіне 3 мәрте айғайлаған әйгілі төртуылдан шыққан Құрмантай абыз деседі. Балағын балдыр жуған Баянтаудың бағы басы мекен. Сал мен сері сеңдей соғылысқан қасиетті Кереку де сан тағдырды бастан кешті. Баянауыл басынан бұлт кетпейді, дейтін әлгі бір әсерлі де ауа жайылған ғажайып ән сол дәуірдің куәсі. Десек те, Қыдыр қарияның желе жортып бара жатқанда дорбасының түбі сөгітіліп кеткен жер сол Баянауыл болар сірә. Алақандай ауылдан Алаштың аспанында қазақ ғылымының төбесінен құс ұшырмаған 16 данышпанның шамшырағы жанып тұр. Бұл академиялық білімді әкеден алған. Академиктерді саусағымыз жеткен жерге дейін санап үлгерген есімдер ғана. Бүгінгі әңгіме 16 қыз әнге қосар оқымысының ішіндегі төресі, ғұлама, ғалым, жеті қат жер астындағы сырын ішіне бүгіп жатқан қойтастардың ебін тапса да, жүрек кеніндегі кесапаттың емін таппай кеткен шәргиолог Қанекең Қаныш Имантайұлы Сәтпаев турасында. Анығында, ұлт мұратына қажет қазынаны қайламен қазып, қаламмен жазып қалдырған ұлы ғалымның соңғы өмірі қақында. Жадының өзі бір академия еді. Қаныш Сәтпаев жаратқан иеміздің қазақ ұлтының маңдайына берген сыйы. Биологиялық заң бойынша Қанекеңдей ұлы адамдар 100 жылда бір туады. Мен ол кісіні тұңғыш рет 1946 жылы Алматыдан Қазақ ғылым академиясының филиалы ашылған кезде көргенмін. Әскерден жаңа келген кезім, аспирантураға түсуге талпынып жүргем. Лия Соломоновна дейтін Швейцарияның үлкен академигі, медицина саласының ғұлама ғалымы кеңес еліне көмектесуге келген болатын. Дүние жүзі бойынша қан мен мидың арасындағы барьерді зерттеп, даңқы шыққан ғұлама, бірнеше елдердің академик еді. Оны кеңестің шаш ал десе бас алғыштары ұстап алып, Карлаққа қамап тастапты. Сосын Қаныш Имантайұлы Карлақтың бастықтарымен сөйлесіп, әлгі ғалымды босаттырып алды. Жамбыл қаласынан академия атынан шағын баспана алып беріп, сол жерден лаборатория құрып берген. Академияның филиалы құрылғанда әлгі кісіні арнайы шақырып, президиумның төріне отырғызғаны көз алдымда. Қуғында жүрген адамға солай көмектесіп, азаматтық қол ұшын берген. Қанекеңнің бұл ісі нағыз ерлікпен пара-пар еді. Содан бастап ол кісіге деген менің көзқарасым да бөлек болды. Бірінші рет ол кісінің үлкен жүректігіне, ұлылығына сонда таң қалғанмын. Бойы 2 метрге жуық тұлғалы кісі еді. Сол тұлғалы болмыстың іші толы ұлылыққа және қамқорлыққа толы болды. Баппен асықпай сөйлейтін. Медицина тақырыбында сөйлессең, дәрігер секілді сөйлеседі. Вирусология жөнінде тілдессең, соның маманы сияқты ақтарылатын. Геологпен геологша, биологпен биологша дегендей, соның бәрін қай уақытта оқып үлгергеніне таң қалушы едім. Медицинаға байланысты білмеген тұстары болса, қысылмай, мынау не деген нәрсе деп сұрайтын. Ол кісінің жадының өзі бір академия еді ғой. Ақсақ Темір Алтын Орданы қиратуға бара жатқанда Ұлытауда тасқа жазып қалдырған жазуы болған. Сол жәдігерді Қанекең тауып Эрмитажға тапсырған. Мен ол жәдігерді Петерборда өз көзіммен көрдім. Артында Қаныш Сәтпаев тапсырған деген жазу бар. Ұлы ғалымның ірі қайраткерлігі осылай басталған. Қоңыр ғана даусымен ән айтатын,
Студент болып жүрген кезінде-ақ қазақтың жыр дастандары, әндері жөнінде үлкен зерттеу мақалалар жазған. Кейін геология саласына кеткеннен кейін қолы тимей кеткен болуы керек. Лондонға да, Стокгольмге де бармаймын. 1957-58 жылдары Қанекең гипертониямен ауыра бастады. Бұл қан қысымының көтерілуіне байланысты болатын науқас. Сол кездері Бреннер дейтін білікті дәрігермен дос едім. Үкімет Қанекеңнің жүрегін емдеу үшін сол Бреннерді арнайы бөліп қойған. Қанекең Киров көшесінде тұратын. Күндіз болсын, кеш болсын шақыртатын. Бреннер бірге ақылдасайық деп мені ертіп апаратын. Мен ол кезде қазіргі Совменнің ауруханасында тұрақты кеңесші едім. Барамыз, ем-домымызды жасаймыз. Өте әңгімешіл адам еді. Мен барғанда әңгіменің тиегін ағытады. Әйелі Таиса Алексеевна, бұл кісіге тыңдайтын адам керек. Ағаң үшін негізгі дәрі әңгіме. Әңгіме айтса қан қысымы өз-өзінен төмендейді дейтін. Бір өкініштісі, уақытында көп жайттарды жазып алмаппын. Өткен уақыт есте қалған деректердің біразын тоздырып жіберіпті. Сөйтіп жүріп арада біраз жыл өтті. Бір күні көмекшісі телефон шалып, сізді Қаныш Имантайұлы тосып отыр деді. Сосын кеңсесіне бардым. Қанекең насыбай ататын. Бір түйірін ернінің астына салып қояды. Қарап отырамын, түкірмейді. Ішке жұтама деп ойлайым. Таң қаламында қоям. Әй, осы насыбайдың өңешке зияны тиеді-ау деп те күдіктендім. Сол ойым ақыры жаман болып шықты. Жастығыма қарамастан мені Сәке деуші еді. Сәке, мен сырқаттанып отырған секілдімін, сенің салаңа жақын болу керек. Қашан тексерілсем болады, деді. Сіз қай уақытта айтсаңыз, сол мезгілге дайынмын, дедім. Ертесі ұлы ғалымға таң азанмен аш қарында келіп тексеру жүргіздім. Өңештің төменгі жағында қылтамақ басталып, тіпті біраз жерге жетіп қалыпты. Қылтамақ деген рак, өңештің қатерлі ісігі. Осы аты жаман ауру 3-ші сатысына дейін көтеріліпті. Бұл өзі қазақта атам заманнан келе жатқан ауру болса керек. Дереу бас дәрігерге айттым. Ол үкіметке хабарлады. Дінмұхамед Қонаев бастап бәрі хабардар болды. Демекен Қаныш Имантайұлын айрықша құрмет тұтқан. Қанекеңнің тұсында академияда сессия болған кезде Демекен міндетті түрде келіп қатысатын. Екеуі кеңселеріне кіріп шай ішетін, кеңесетін. Айналасы бір сағаттың ішінде бәрі ауруханаға келді. Ақылдастық. Не амал қыла аламыз деді. Бәрі аласұрды да қалды. Қайсысы айтқаны есінде жоқ. Үкіметтен келгендердің біреуі Мәскеуге барып қаралу керек деп қалды. Сол күн емес, 2 күннен кейін жиналып Мәскеуге кеттік. Мен бірге бардым. Бұл 1960 жылдар. Бардық. Ол жақта мен білетін Тагир Йосифович дейтін рентгенолог профессор бар еді. Барлық құжаттарды сол кісіге тапсырдық. Қанекең тағы да тексеруден өтті. Ақыры Сайым Балмұхановтың қойған диагнозы деген қорытындыға келді. Ол кезде КСРО денсаулық сақтау министрі Сергей Курашев болатын. Қанекең ол кісіні жақсы таниды. Томскіде бірге оқыған екен. Қанекең, бұл Курашев емес, Құрышев, аты Серәлі, шоқынған татар деп қалжыңдап отыратын. Сол Курашевтың кеңсесінде консилиум болды. Ішінде Вишневский дейтін даңқтысы бар, пышақтарын жалаңдатып 5-6 профессор келді, хирургтер болды. Жиналған мамандардың бәрі де операция жасауға болмайтынын, кешігіп қалғандығын айтты. Ендігі амал тек сәулемен емдеу. Сол аралықта Курашев бетче арқылы жоғарғы жақпен сөйлесті. Кіммен сөйлескенін білмедім.
Көп уақыт өтпестен Қурашев: мен жаңа жоғарыдағылармен сөйлестім. Қаныш Имантайұлының таңдауына қарай не Стокгольм, не Лондонда ем күтіп тұр. Қасына қызын және дәрігерін ертіп жүруіне рұқсат етіледі. Барлық шығынды үкімет көтереді, деді. Қанекең: мен ертеңге дейін ойланып жауабын берем, деді. Қонақ үйге келдік. Ол уақытта Қанекеңнің Москва мейманханасының 10-шы қабатында 3 бөлмелі тұрақты үкіметтік люксі болатын. Себебі Қанекең жай академик емес, үлкен академияның президиум мүшесі, Лениндік сыйлық жөніндегі комитет мүшесі, жоғарғы кеңестің тағы бір ықпалды мүшесі, сондықтан айына Мәскеуге 2-3 рет баратын, келген сайын сол жерге түсетін. Қонақ үйде сол кездегі химия институтының директоры Әбікен Бектұров, Бөпежан Аяпбергенов, әйгілі Шапық Шокин отыр. Академияның вице-президенті Бәйішев біздерді күтіп отыр екен. Елден алып келген қазы қартамен тамақтандық. Дастархан басында Қанекең: осындай деп маған үкім шығарды. Екі елдің қай жеріне бару керектігін таңдайтын сай екен ғой. Дегенмен мен түнімен ойланып шешімімді ертең айтамын, дедім. Бәрі тарап кетті. Бөпежан Байбаламұлы түнімен қасында болған еді. Сол кісі: Қанекең түнімен дөңбекшіп ұйықтамады, тұрып жүреді, насыбай атады, деді. Таңертең сағат 8-де келдік. Шай үстінде Қанекең: мен әлгі айтқан екі елге де бармайым. Қазақтар арасында қылтамақ ауруы көп, ал менің жұрттан не артықшылығым бар? Сол қандастарым елде-ақ емделіп жатыр ғой. Мен де туған елде емделемін. Бәрін де көтерем. Елден бөлектеніп емделгім келмейді. Не де болса, сай екемнің өз емдесін. Алматыда емделемін, деген шешімін айтты. Бәріміз қайран қалдық. Не деген ұлылық. Мұндай сөзді кім айта алады? Екінші рет Қанекеңнің әлгіндей алыптығына тағы таң қалдым. Осы күні Қанекеңнің тырнағына татымайтын шенеуніктер басы ауырып балтыры сыздаса, ата-бабасынан қалған мұрасы секілді үкіметтің ақшасын жан қалтасына басып алып, батысқа тұра жүгіреді. Сөйтіп, кейін қайттық. Елге келген соң 3 жыл бойы ұлы ғалымды мен емдедім. Жұмысы да жақсы жүрді. Жеке өмірімде яки медицина ғылымында бітірген шаруам ептеп бар болса бар шығар. Дегенмен мен Қаныш Имантайұлының қызметіне жараған тірлігімді, өмірінің соңына дейін жанында болғанымды, өмірімде атқарған үлкен шаруам деп түсінемін. Кунцевода екінші ұлы қазақ көз жұмды. 1964 жылғы күздің қара суығы үдей бастаған кез болатын. Қанекең әдеттегі жұмыс бабымен Мәскеуге кеткен. Арада апта өтпей мен Мәскеуге шақыртты. Дереу Мәскеуге жол тарттым. Барсам, Қанекең ауруханада жатыр екен. Сайеке, келдің бе, деді. Амандық саулық сұрасты. Әйгілі академиктермен бірге отырып тамақтанып едік. Қызмет көрсетушілер дастарханға саңырауқұлақ әкеліп қойған екен. Саңырауқұлақ жеу әдетімде жоқ еді. Дәм ауыз тей деп қоймаған соң бір түйірінен дәм таттым. Іле-шала дәретханаға барып үсті-үстіне құстым. Қасымдағы орыс академиктер де ауырған көрінеді. Дегенмен мен қатты уланып қалған сияқтымын, деді. Сол саңырауқұлақтан ұшынғаннан 1 ай ауруханада жатты. Уланып қалғаннан кейін жүрегі де сыр беріп қалды. Мен бақылап қарап жүрдім. Дәрігерлер шек-қарын тазартты, қан құйды. Елге кетсек, қалған емді сол жақтан алсам дегендей болған. Сәл жақсы болғандай көрініп еді, қас қылғандай уланғанның әсерінен қылтамақ қайта қозып кетіпті. Ескі ауруы қайталап өңештен жоғары көтеріліп біраз жерге барып қалыпты. Қайта емдеуге күш жетпейді. Химиямен емдеп көріп едік,
оның да көмегі болмады. Қыздары келіп кетіп жүрді. Бөпежан Аяпбергенов жанымыздан бір сәт шыққан жоқ. Сол жатқаннан Қанекең 3 ай Мәскеуде жатты. Бақилық боларынан 1 апта бұрын төсек тартып жатып қалды. Оған дейін тік жүріп жүрген. Кремльге қарасты Кунцево ауруханасы табиғаты ғажап жерде орналасқан еді. Ол ауруханада жатып емделуге Қазақстаннан 10 адамға ғана рұқсат беретін. Совмин ауруханасының басшысы 2 орынбасары және орталық комитетінің 3 хатшысы секілді жоғары лауазым иелеріне ғана рұқсат етілетін. Соның ішінде Қаныш Имантайұлы да бар еді. Ауласы да кең, көп уақытын сол аулада серуендеп жүріп өткізетін. Аурудың беті қатты екенін іштей сезгенде шығар, бірақ бізбен ауру туралы әңгіме айтпайтын. Соңғы күнге дейін өлім туралы бір ауыз сөз айтқан емес. Бірақ әлгі саңырау құлақты жегеніне кете кеткенше өкінді. Өмірімде жемейтін едім. Жалпы саңырау құлақты жек көретін едім, содан ақ қор болдым ғой дегені әлі күнге құлақ түбімде тұр. Осы сөзді қайта-қайта айта беретін. Жанында болғандарды қазір ұмытып отырмын. Бәрі белгілі ғалымдар. Олар 1 айдың ішінде жазылып кетті. Қанекеңдікі өте қиын болды. Мейіз есімді қызы қазіргі күні бар. Соңғы 2 сағатта жанында сол қыз болды. Маған телефон шалғанда сол Мейіз. Мен келдім, еш түсін білмей жатыр екен. 3-5 минуттан кейін кеудесінен жаны ұшып кетті. Ол адамдардың соңғы сөзі дейтін ұғым бар ғой. Бірақ мен Қанекеңнің соңғы сөзін ести алмадым. Аузын жыбырлатып бір нәрсе айтқысы келді, айта алмады. Сөйтіп, қазақ халқынан шыққан екінші қайталанбас ұлы адамның ақтық демі сол Мәскеу іргесіндегі ауруханада үзілді. Несін айтасың? Бүкіл ұлттың есеңгіреп қалғандай кезеді ғой. Сүйегін ұшақпен елге алып келдік. Бұл 1964 жылдың 31 қаңтары болатын. Соңғы 3 айда мен жанында болдым. 1932 жылғы қырғыннан бастап көптеген әңгімелердің тиегін ағытты. Сол бір алмағайып нәубет күндері Қанекеңнің әкесінің 2 ағасын халық жауы деп түрмеге жапқан екен. Бәрі сол түрмеде қайтыс болыпты. Бір жолы маған қиналыңқыраса да, әкемді түрмеде ұрып өлтірген көрінеді дегенді ерін астымен құпиялап айтқаны бар. Ауылдың кісілері әкесінің денесін ұрлап әкетіп жерлепті. Қанекеңнің содан ептеп хабары бар екен. 1955 жылдары әкесінің жатқан жерін Бөпежан Аяпберген арқылы іздеп тауыпты. Аяпбергеновке айтып, әкесінің басына құлпытас орнатыпты. Қаншалықты үлкен адам болса да, кейінге дейін артынан 3 әріптің жансыздары қалмай жүрді ғой. Бойды билеп алған сол үрейден әкесінің басына да бара алмағанын айтып, налғаны бар. Кейін ол кісінің өзін де қуғынға салды. Алашорданың мүшелері деп Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев және Ахмет Жұбановты бірінің артынан бірін партиядан шығарғаны есімде. Тіпті академиядан барлық атақ-даңқтарын, марапаттарын алу туралы Мәскеуге де жазған жандай шаптар болған. Бүгінгі политехникалық университетті ол уақытта Тау-Кен институты деп атайтын. Қазіргі Достық даңғылының жоғарғы бөлігінде Тау-Кен институтының үлкен аудиториясы болатын. Сол жерде үлкен жиын болды. Сол жиында Қанекеңді партиядан шығарды. Содан 2-3 күннен кейін Мәскеуге кетті. Сонда жанында шығарып салған бір адам болмапты дегенді естігем. Сол кеткеннен Мәскеуде 2 жыл болды. Куликова шайқасы жалған туынды. Аурухана ауласында серуендейміз. Қаныш Имантайұлының жадының күштілігі сондай ескі қисса дастандарды жатқа айтып отыратын. Қияттан шыққан Мамай дегенді бірінші рет сол кісіден естігем. Кәдімгі ер Мамай
хан Мамай Шыңғыстың ұрпағы, қияттан шыққан ғой деп айтып отыратын. Сосын өлдің Мамай қор болдың деген тіркесті таратып, талдап айтып бергені жадымда. Себебі Мамай орыстардан жеңілген жоқ. Тоқтамыстан жеңілгені тарихи шындық. Қанекең бір жолы көңілі шат-шадыман болып отырғанда мына жайтты айтып берген. Әйгілі Куликова шайқасы туралы орыс поэмасының желісі дұрыс емес. Мүлде қате деректерге құрылған шығарма. Себебі Мамай орыстармен соғыста әскерінің 10-нан 1-ін, яғни жалдамалыларын ғана кіргізген. Шолғыншылар арқылы Тоқтамыс келе жатыр деген хабарды естіп, әскерінің толық құрамын соғысқа кіргізбей, кейін кетіп қалған. Куликова шайқасында Мамай жеңілген жоқ. Мамай Қап тауының етегіндегі шайқаста орыстардан емес, Тоқтамыстан жеңілген. Жалпы Қанекең Мамайдың қазақтар үшін жақсылығы көп болған деп еді. Сосын Қанекең, сен Ақтөбенің перзентісің ғой, сондықтан мына деректе жадыңда жүргені дұрыс деп төмендегі әңгіменің тиегін ағытқаны бар. Ақтөбе деген Мамайдың үлкен қызының бейіті. Хан Мамай сол аймақты жайлап тұрған кез екен. Бір сұлу қызы болыпты. Сол қызын Қырымды билеп тұрған ханның баласына бермек болып жүргенде, қызы науқастан қайтыс болады. Содан Мамай қызын жерлейді. Жерленген жеріне 100 шақырым жерден кесек борды түйемен әкеліп зиратын тұрғызады. Содан үйілген бортастар еріп, үлкен тау болып қалған көрінеді. Ел ішінде Ақтөбе деген атаудың солай пайда болған туралы әңгіме бар. Жанарбек Әшімжан. Панда жылаған жаз кітабынан үзінді. Оқыған Нұрлыгүл Өтемісқызы.